Асанәлі Әшімов бүкіл саналы ғұмырын театр және кино саласына арнап, төл мәдениетіміздің көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосты. Ол көптеген образдарды шебер сомдап, көрермен қауымның ыстық ықыласына бөленді. Сахна саңлағы әрі кәсіби киногер ретінде соңына өшпес із қалдырды. Иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Құрметті ағайын, қадірлі жамағат, Қазақстан еңбек ері, халық әртісі Асанәлі Әшімов 6 алаш үшін абыз ақсақал әрі аңыз адам болатын. Қазақтың театр мен кино өнерінде ғана емес, ұлт руханиятында да ерекше орны бар. Ағамыздың бұл дүниеден өткенде баршамыздың қабырғамызды қайыстырды. Ағамыз өзін бар саналы ғұмырында театр мен кино өнерін дамытуға атсалысып, өз өмірін соған арнады. Көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Бір тұтас буын қалыптастырды деп айтуға болады. Енді кезекте әрине осы шәкірттері ағамыздың жолын жалғастырып кеңейтеді дегенге біз сенімдіміз. Көз тірісінде де біз бірнеше рет осы қаланың көптеген іс-шараларында бірге болып, сұхбаттасып, әрбір қатысқан іс-шараның мәнін өзгертетін. Ағамызға жатқан жер жайлы, жаны жәннатта болсын. Ey takabbur,